Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі тез арада дайындалатын сүзбелі печенье, яғни творожный рогаликтер дайындайтын боламыз. Ол үшін керекті ингредиенттер: творог, май, қант, разрыхлитель, ванильді қант. Ең алдымен творогымыз бен майымызды шанышқының көмегімен езгілеп араластырып аламыз. Егер творогтарыңыз ірілеу болатын болса, блендердің көмегімен майдалап алсаңыздар болады. Сонымен бірге оған ванильді қантымызды қосамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, електен өткізіп аламыз. Одан соң ұнымызды бөліп, творожный массамызға салып қамыр илейміз. Ұнымызды бірден салып жібермеңіздер. Екіге бөліп, екіге үшке бөліп салып қамыр илейміз. Сонда осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Енді дайын болған қамырымызды жарты сағатқа холодильникке салып аламыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып екі бөлікке бөлеміз. Ең алдымен бірінші бөлігін дөңгелектеп жайып аламыз. Қамырымыз не өте жұқа, не қалың болмау керек. Одан соң үстіне 1,5 ас қасық қантымызды себеміз. Дәл осы видеода көріп отырғандарыңыздай, одан соң теңдей етіп бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Одан соң осы бөлген бөліктерімізді рогалик пішініне келтіріп, қамырымызды бәрін орап шығамыз. Мінекей осындай, көріп отырғандарыңыздай, осындай рогалик түрінде қамырларымызды орап шықтым. Енді екінші қамырымызды алып, тағы да дәл солай осы процесті қайталаймыз. Тағы да осылайша қамырымызды жайып, бетіне қантымызды сеуіп, теңдей бірнеше бөліктерге бөліп, осы бөліктерді де осындай рогаликтерге пішініне келтіріп орап шығамыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Противенімізді алып, майлап немесе пергамент қағазын төсеп, осы рогаликтарымызды тізіп шығамыз. Арасын қатты жақындатпаңыздар, осындай аралықта тізіп шықсаңыздар болады. Одан кейін 180 градуста 20-25 минутта рогаликтеріміз пісіп шығатын болады. Менің пешімде 180 градуста 25 минутта пісіп шықты. Мінекей осындай әдемі, үгілмелі, әрі тез дайын болатын осындай өте дәмді рогаликтер дайын болады. Осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер болады. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, менің каналыма пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, каналымның дамуына септіктеріңізді тигізе отырсаңыздар екен деймін. Менің каналымда болып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алда да әлі де көптеген жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.